Hello guys, сіздермен бірге ағылшын тілі. Бүгінгі біздің сабағымыз rational numbers немесе бөлшек немесе рационал сандар. Ал енді сабағымызды бастамастан бұрын сіздерден сұрағымыз лайк басып, комментарий қалдыру және де ұнаса достарыңызбен, туыстарыңызбен осы біздің видео контенттерімізбен бөліссеңіздер, ол үлкен бізге бір мотивация болып табылады. Ал енді сабағымызды бастасақ. Бірінші, ол бізде fractional numbers немесе fractions деп айтуға болады. Бұл не деген сөз деген кезде ағылшыншада fraction дегеніміз мына жерде көрсете кетсек, мысалы бір заттың бір бөлігі, мысалы айталық, мына бір үлкен осы дөңгелектің осы жердегі мысалы бөлігін осы fraction дейміз. Бөлігі, бөлімі, соның орысша айтқанда часть. Соны осы біз fractions деп атаймыз. Бұл енді fractional numbers деген не деген кезде бізде ол жай бөлшектер. Біздің жай бөлшектерді немесе fractional numbers дейміз. Жаңа айтып кеткен немесе fraction деп айтамыз. Оның бір оқылу бір түрі біз over сөзі арқылы қолданса. Over дегеніміз бұл жерде бұл сөздің мағынасы көп, бірақ мына жерде дегеніміз бұны бөлу деген сөзді білдіреді. Бөлу. Бұл осы overды қай кезде көбінесе қай кезде қолданады десек, бұл үлкен бір мысалы large деп тұр, complicated numbers, үлкен бір сандар болатын болса, осы жай бөлшек түрінде жазылған немесе бір қиын мысалы рационал сандарды осылай бөлшек ретінде жазсақ, осының барлығын біз over арқылы қолданамыз. Бірақ ол тек қана сол сандармен ғана қолдану деген сөз емес. Күнделікті осы жай бөлшектерді оқыған кезде осыны да бүйтіп қолдану оқи аламыз. Енді мысалдарға келтірсек, мысалға келсек, бірінші мысалы 3-тен 1. Оны біз ағылшынша 1 over 3 деп оқылайды. Over мына жерде көрсеңіздер, мына жерде тұр, екі санның ортасында. Бұл мына жердегі сызықша, бұл жердегі бұл математикада тағы да естеріңізге түсіре кетсек, бұл бөлуді білдіреді. Мына жерде айтып кеткендей, бұл сызықша бөлуді білдіреді. Мысалы, тағы да бір қызығы, мысалы, ағылшын тілінде біз мысалы астынан үстіне оқысақ, осы бір бөлшектің, ал қазақ тілінде біз үстінен астына оқимыз. Қарасақ, 3-тен 1. Ал қазақшада мысалы келесі мысал 8-ден 5, бұл оқылады, ағылшында 5 over 8 болады. Осындай бір мынандай не болады. Бұл тек қана ағылшын тілінде емес, бұл орыс тілінде де ұқсап келеді осы жері. Мысалы 38-ден 15, ол бізде 15 over 32. Мысалы 250-ден 100, ол 100 over 250. Осылай fractional numbers жай бөлшектің оқудың бір түрі осы. Ал енді келесі қандай деген кезде бастарсақ, ол жай бөлшектер мысалы th арқылы жасау. th арқылы естеріңізге бұл жалғау қай кезде қолданылады деген кезде алдарыңызда мысалы сан есімді айтып кеткен болатынбыз. Сан есім екі үлкен түрге бөлінеді дедік. Оның бірі осы ordinal numbers, ол бізде реттік сан есімдер. Мысалы мысал арқылы мысалы не етсек, түсіндірсек, мысалы 4-тен 1, мысалы 1/4. Яғни жаңа айткендей, бұл астынан ағылшыншада оқыған кезде үстінен астынан қарай оқылады. 1/4 бұл бізде ширек. Ал ширек дегеніміз не? Егер ұмытып қалсаңыздар, егер білмесеңіз, ширек дегеніміз ол бізде жартының жартысы. Бір заттың жартының жартысын ширек деп атаймыз. Ағылшынша оны quarter дейміз. Яғни бір заттың 4-тен 1. Бұл жерде неге мысалы мен мына жерде сурет салып қойдым, мына жердегі мынандай Америкада қолданылатын мысалы 25 центті бұл неме деп атаймыз, quarter деп атаймыз. Quarter дегеніміз мына жерде жақындатып егер көріне ме сіздерге, көрінбей ме, мына жерде quarter dollar деп тұр, яғни доллардың 4-тен 1. Ол 25 цент. Яғни $1 ол 100 цент десек, соның 4-тен 1 ол 25 цент. Осындай бір әрбір тиындардың өздерінің атаулары болады Америкада. Соны егер қызықты болса, тағы да айта кетсем болады келесі сабақтарда. Ал енді келесі мысалға қарап өтсек. Мысалы, бұл жерде 3/7, 7-тен 3. Ал енді тағдымнан қарастырсақ, мысалы 10-нан 7, 7/10. Ал енді бұл жерде не үшін қарап отырғанымыз, бұл жерде не үшін мына алдында S мысалы бар, көпше түрі. S сөзі, S әріпі, ал мына 7-тен 3 болсын, 10-нан 7 болсын, неге бұл жерде? Мына жерде жоқ, қалында кесіріңіздер, ал егер мына екі мысалдарда, келесі екі мысалдарында бар деген кезде, бұл жерде бұл былай түсіндіруге болады. Мысалы, 7-тен 3-ті қалай жасақ болады? 3 көбейту 7-тен 1. Осы жасақ болады, егер математикадан естеріңізге түсірсек. Сонда бұл
7/1-дің үшеуі деген сөз. Үшеуі болғаннан кейін бұл көпше түрі болады. И сондықтан s жалғауын қолданамыз. Артында. Ал тура мына келесі мысал тура сондай. 1100ths. Яғни 100-ден 11. Яғни 100-ден 1-дің 11-і. Сондықтан s немесін қолдандық. Ал енді ең соңғы мысал 2-ден 1 немесе half. Жарты деген сөзді білдіреді. Ал енді мысалы 4-тен 1 ол жартының жартысы, ал half деген ол жарты. Оны көбінесе half деп оқылады, немесе 1 second. Яғни 1 секунд деген кезде бұл жерде немеге де ұқсап қалады, андай секунд сөзіне де келеді, бірақ көбінесе соны шатастырмау үшін half деп айтқандарыңыз да дұрыс. Енді осы fractions оқуды осы екі түрін айтып өттік. Енді келесі бізде ондық бөлшек. Ондық бөлшек, мысалы, бұл күнделікті қолданамыз бұл жерде. Мысалы, бірінші мысалға сразу келсек. Бұл жерде мысалы 0,3. Бұл жерде 3/10 деп тұр. Бұл жерде тағы s қолдандық. Неге солай деген кезде, мысалы, бұны тура жеңге, мысалы, немеге келтірсек, 10/3-ті қалай жасақ болады? Мысалы, жай бөлшек ретінде. Бұл жерде 10/3 болды. Мысалы, бұл 10/3, бұны қалай оқылады? Жай немеге ретінде. Мысалы, 3, яғни жеңге 10th болады. Мысалы, бұл жерде 10/3-тің үшеуі дегеннен кейін бұл жерде s жалғауын қолданамыз. Яғни екеуі де мағынасы бірдей. Осылай біз осыны қолданып отырмыз. Ондық бөлшекті жай бөлшекке қолданып, осылай қолданып, бұл жағдай қай кезде қолданылады? Осы ондық бөлшекті көбінесе бұл математикалық бір неметкен кезде, формальды түрде қолданған кезде, математикалық мынандай есептерді жасаған кезде біз осы place value method дейді, бұны разрядтық система, разрядтық метод дейміз. Егер осы разрядтық не екенін егер ұмытып қалсаңыздар, біздің екінші каналымыз бар, математика with tab деген, сол жерде разрядтық және де класстар деген сандардың осыны түсіндіріп өткен, соны қарап көрсеңіздер болады. Естеріңізге түсіріп. Келесі мысалдар. Мысалы, 0,145. Тағы да қарап отырсаңыздар, бұл жерде 0-ді айтылмаған. Тек қана мысалы осы немеден басталған бөлшек түрі ғана айтылды. Мысалы, бұл қалай болады деген кезде 4500. Тура осы логикаға келеді. Сонда 45, 100-ден 45. Сонда 100-ден 45 болғаннан кейін біз осылай айтып отырмыз. И тағы да s жалғауын қолдап көп екенін білдіріп отырмыз. Осы көпшеге жалғау. Мысалы, 100-ден 1-дің 45-і бар екенін білдіріп, осы s-ті қолданамыз. Ал егер мысалы 0 емес, бүтін болатын болса, қалай болады осындай ондық сан, ондық бөлшек саны қандай болады деген кезде, мысалы, бұл бөлек атылып, мысалы, 2 болды, мысалы, 05 немесе 500, 100-ден 5 осылай атылды. Яғни ондайда бір қиын немесі жоқ, системасы жоқ. Осылай тек қана n-пен, мысалы, бөлшек n-пен ғана бөлінеді. Мына жерде тура мысал тура сондай 14/100-ден 75, 14 and 7500. Бұл енді мұна айтып өткеніміз, бұл формалды түр, математикалық. Мысалы, осылай жазған кезде, мектепте немесе ғылымда айтылған кезде осы оқу жүйесін осы қолданамыз. Енді келесі қандай деген кезде, бұл жерде ақша туралы айтқан кезде, немесе мына сөйлесіп, ауызекі күнделікті сөйлескен кезде біз осы оқу методын қолданамыз. Мысалы, қарап өтсек мысалдарды. Мысалы, 150 дедік бұл жерде. 1.50 деген сөз. 1.50. Бұл осы күнделікті мысалы бағаны айтқан кезде, мысалы, менде 1.50-ге алдым деген сөз, ол $1.50 деген сөзіміз. Тағы да тура сондай 12, мысалы 12 бөлік 99. 12.99. Жерде 0.25. Яғни point дегеніміз бұл жерде ағылшында бір қызығы, бұл жерде point дегеніміз ол нүкте деген сөз. Яғни бұл нүктені айтпай, 0 point демей, 0.25 деп, оны біз 0 дегеніміз білдіреді, сондықтан да оны айтпайды. Сондықтан біз 0.25 деп осы 25 центті айтқан кезде осылай қолданамыз, айтамыз. Келесі, мысалы, 3.75. Тура және логикаға айтып кеткенде сәйкес келді. Мысалы, 3 ол бізде $3, немесе 75, 75 цент. Енді бұл күнделікті өмірдегі қолданылатын ондық бөлшекті айтудың бір түрі. Ал енді тағы да бір түрін қарап өтсек, бұл қандай деген кезде, бұл ең оңай түрі ондық бөлшекте. Бұны
жаңа айтып кеттім, көбінесе математика формалды түрде қолданады дедік. Бұны да көбінесе математикада да қолданады. Енді бұл да бір айтудың түрі. Барлығы бұл жерде үш түрінің де негізінен қайсы дұрысырақ екені де белгісіз. Бұл белгісіз емес, өзіңізге лайықты қалай қолдануыңыз келсе солай болады. Мысалы, мына жерде 0.5, яғни жарты. Соны қалай айтады деген кезде 0 деп айттық мына жерде. Және айтсақ та болады дедік, айтпасақ та болады дедік. 0.5, 0.25 дедік. Мына жерде 25 емес, бір деп оқыдық. Мысалы, 25 дедік. Мысалы, мына жерде 75 емес, 75 деп оқыдық. 2.5 дедік. Мысалы, 2.5 дедік. Мысалы, мына жерде тура сол 4.15 деп солай да айттық. Мысалы, 0.00 деп та айттық мына жерде. Осы неме түрлері, ондық бөлшекпен мына алдындағы жай бөлшектерін оқу түрлері. Тағы да бір айтатын кезде ұмытып бара жатыр екенмін айтатын. Мысалы, кейбір кезде ағылшын тілінде 0 сөзін, 0 сөзін біз кейбір кезде O деп, мысалы, әріп ретінде O деген сөзбен алмастыра аламыз. Мысалы, 0.08 деп айта аламыз. Мысалы, O point деп те айта аламыз, яғни бәріне түсінікті, бірақ көбінесе O деп бұл мына тілек ауыз сөйлеген кезде, мысалы, мына conversation, мысалы, сөйлеп жатқан кезде, сол кезде ғана қолданылады. Жазылған кезде бұл солай айтылмайды, жазылмайды деген. Ал енді сабағымыз тамам. Мына жерде тағы да біздің бір мынандай немелеріміз бар, жаттығуларымыз бар. Егер осы жаттығуларды мына комментарий жазсаңыздар, өздеріңізге бірінші немене жаттығу, ал екінші бұл бізге бір мотивация, сіздердің осы үйреніп жатыр дегеніміз бір көрсеткіш болады. Ал енді бүгінгі осы сабағымыз осымен тамам. Ал енді кездескенше сау болыңыздар.